Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 3-ші сынып математика сабағынан 90-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер. Бірінші тапсырма. Өзара байланысты үш санды тап. Сонда сен жазушының аты жөнін, оның шығармасын және қандай жанр екенін білетін боласың. Бірінші 63-ті 9-ға бөлеміз. 7. Повесть. Екінші 30-ды 5-ке бөлеміз. 6. Ертегі. Үшінші 32-ні 4-ке бөлеміз. 8. Крылов мысал жазған екен. Келесі тапсырма теңдеу. Күрделі теңдеу берілген. Сіздерге түсіндіріп шығарып беріп кетейін. Күрделі теңдеуде бірінші 75-ті 5-ке бөліп аламыз. X бөлу 75-ті 5-ке бөлеміз. 15, 60-тың өзін жазамыз. X тең 60 көбейту 15, амал өзгереді. X тең 900-ге тең болды. Белгісіз мәннің орнына 900-ді қойып жазып көреміз. Келесі 15-ті 3-ке көбейтіп аламыз. 45 бөлу X тең 9. X тең, біздің амалымыз өзгермейді, осы үйінде қалады. 9. X тең 5-ке тең болды. Белгісіз мәніміз 5-ке тең болды. Енді 120-ны 4-ке бөліп аламыз. К қосу 120-ны 4-ке бөлеміз. 30 тең 500. К тең, амал өзгереді. 500-ден аламыз 30-ды. К тең 470-ке тең. Белгісіз мәніміз 470-ке тең болды. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырма. Қосылғыш. Көбейтінді мен бөліндіден шыққан санды біртіндеп қосып шығамыз. Сіздерге есептің мәнін айта кетейін. 301 көбейту 2 602-ге қосамыз. 230-ды. 832. 35-ті 0-ге көбейтеміз. 0. 404-ті 4-ке бөлсек 101. 101-дің өзі шығады. 967. Келесі 100 шығады. Енді келесі кестеде азайғыш берілген. Қосынды мен көбейтіндінің мәнін бір-бірінен азайтамыз. 738, 603, 245 және 22 шығады. Келесі сабақ, келесі тапсырма. Бізде және күрделі теңдеу берілген есептегі белгісіз мәндерді тауып шығамыз. Біріншінің белгісіз мәні А. Енді осы А-ның мәнін табамыз. А бөлу 15. Бірінші мынаны 6-ны 3-ке көбейтеміз 18. 54-ті 18-ге бөлеміз. Тең болады бізде 3. А тең 15 көбейту 3. А тең 45. Белгісіз мәніміз 45-ке тең болды. 55 көбейту X тең. Енді бұл жерде 820-дан 710-ды алып тастаймыз. Амал өзгереді. Тең болады 110. X тең 110-ды бөлеміз 55-ке. Сол кезде шығады X тең 2. Біздің белгісіз мәніміз 2-ге тең болды. Мына жеріміз 5 шығады. 5. Келесі. 300 алу X тең. Мынаны орындап аламыз бірінші. 84. 84-ге 55-ті қосамыз. 134. 134. Енді X тең 300-ден аламыз 134. Амал өзгеріп жатыр. Байқап жатсыздар ма? 300-ден 134 тасақ 166. Біздің белгісіз мәніміз 166-ға тең болды. Балалар осыны дәптерге мұқият жазып,
белгісіз мәннің орнына шыққан санды қойып тексеріп көреміз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма көбейтіндіні көбейткіштердің квадратына немесе кубына ауыстыр. Өрнектердің мәнін есепте. Енді 7 көбейту 7. 7-нің квадраты бізде 49. 8-дің квадраты 64. 2-нің кубы 8. 2-ні 3 рет көбейтеміз. 4-дің квадраты 16. 3-дің кубы 27. 9-ның квадраты 81. Сандарды бір-біріне көбейту арқылы тауып шығамыз. Бөліндінің мәні мен қалдықты тап. Бұл жерде бөлінгіш берілген, бөліндінің мәні және қалдық сан шығады екен, е? 6-шы тапсырмада 59-ды 6-ға бөлеміз. 9, 2 қалдық. 24-ке бөлеміз 5, 3 қалдық. 47-ні 5-ке көбейтеміз. 9, 2 қалдық. 70-ті 9-ға бөлеміз. 7, 7 қалдық. 30-ды 4-ке бөлеміз. 7, 2 қалдық. Енді кішкентай санды үлкен санға бөлетін болсақ 0, мына санның өзі қалдық болып есептелінеді. Келесі тапсырмаға көшеміз. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Кітаптың 60 беті бар. Оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды? Енді бұл жерде сіздерге дайын теңдеу көрсетілген. 60 азайту x тең болады 15. Енді осы теңдеуді ары қарай шығарамыз. X тең 60 азайту 15. X тең болады 60-дан 15 азайтсақ 45. Бізде оқушы кітаптың 45 бетін оқып шыққан екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Теңдік тура шығу үшін қажетті арифметикалық амалдар мен жақшалар қой. 5 қосу 3 көбейту 4. 8 қосу 2 қосу 7 тең 17. 20 бөлу 5 көбейту 6 тең 24. 12 қосу 3 көбейту 4 тең 11. 18 бөлу 6 қосу 2 тең 5. 5 қосу 8 көбейту 4 тең 52. 30 азайту 3 көбейту 7 тең 9. 14 бөлу 7 қосу 2 тең 4. 2 қосу 9 азайту 3 тең болады 8. Бүгін балалар осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.